сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Ұлыстың бүгінгі біздің қасиетті де киелі жеріміз, яғни Шоқан Уәлиханов музейіне Ботай музей ұжымының қызметкерлері келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ халқы өзінің әдет ғұрпын, салтын ұрпақтан ұрпаққа салып келеді. Жасөспірімдерге, болашақ ұрпақтарға соның бәрін жеткізіп, зерделеп, насихаттап жүрміз. Ал бүгінгі күні біздің мұражайда, яғни Шоқан Уәлиханов музейінде қарын ашу рәсімін орындағымыз келеді. Енді оның қалай ашу рәсіміне тоқталып кетейік. Ең бірінші біз қарынды алуымыз керек. Яғни ол қарын, ненің қарны болады, қандай малдың. Бүгінгі күні біздің Сарымайда ашу рәсіміне біз қойдың қарнын алдық. Қой сойылғаннан кейін, яғни мал сойылғаннан кейін, қой сойылғаннан кейін оны әдемілеп тазартып жуып аламыз. Сонан кейін оның түгін қырып тастаймыз. Ішін жақсылап, сыртын жақсылап жуып алғаннан кейін оның ішіне жеңмен үрлеп, аузын жауып, орап қоямыз да, оны керегеге іліп қоямыз. Не үшін? Яғни кебу үшін. Ол жақсылап кеткеннен кейін оны біз түтінге ұстауымыз керек. Ұстағаннан кейін оны қолымызға алып, яғни сарымай, ол сарымай, неліктен сарымай болады, ол қалай келеді? Енді оған тоқталайық. Ең бірінші біздің жас қыстан аман есен малымыз шыққаннан кейін, яғни жасыл шөке шыққаннан кейін біздің майымыз сары болады. Яғни сол сары майымызды жаңағы алған қарнымыздың көлеміне байланысты қолымызға алып, оның ішіне тығыздап саламыз. Яғни тығыздап салғаннан кейін оның аузын жақсылап тұрып жауып, яғни етіп қоямыз, жауып тастаймыз. Оның сыртында біз оны ашық тұзбен майдалап жабыстырып қоюымыз керек. Яғни бұзылмас үшін. Қазақ халқында мынандай мақал-мәтел қалған. Яғни бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп. Осы мақал-мәтел содан жеткен екен. Өйткені оның ішіне басқа зат араласпауы керек. Оны өте ұқыпты таза ұстауымыз керек. Содан кейін сарымай салғаннан кейін қарынға оны біз қараңғы суық жерде сақтауымыз керек. Енді қазақ халқында өте көптеген той домалақтар болады. Соның ішінде мысалы дүниеге бала келгенде, шілдехана тойында, пішпе тойында, бала үйленсе, немесе қыз ұзату тойларда, сондай әдемі тойларда біз осы қарын ашу рәсімін жасаймыз. Яғни ол қазақ халқындағы біздің осы салт-дәстүріміздің, яғни біздің осындай тағамдарымыз ішіндегі құндылықтардың осы сарымай бұл тоқшылықтың белгісі. Яғни шаңырағымызда қашанда тоқшылық болсын. Барлық адамдарымыз сарымайды осы өздерінде зауықтарына пайдасы да зор, сондай керемет той домалақтарын жеу үшін. Енді бүгінгі әдемі көрсетуіміз құтты болсын. Енді сол осыны ашу, қарынды ашу рәсімінің біздің осы мұражайымыздың енді көп балалы ана дейміз, осының әдемі жолымен біздің Майраш апамызға береміз. Ауыз мерекелеріңіз құт береке әкелсін. Амин. Денсаулықтарың мықты болсын. Ақ мол болсын. Амин. Осының қарның аузын әдемілеп ашыңыз. Сіздің әдемі жолдарыңызды осы отырған қыз келіншектерге берсін. Шаңырақтарымызда лайым әрқашанда той болсын деп ырымдап біздің анамыз ашып жатыр. Енді өзіңіз ауыз тигізіңіз майдан. Дастархандарымыз, уайымдарымыз жоқ, біздің еліміз тиіш, бауырларымыз бүтін болып
жылда осы наурыз мерекелеріміз қайырлы құтты болып, еліміз көктей берсін, гүлдене берсін, жарқырай берсін, балдарымыз үлкен азамат болып, ел намысымыз осылар қашан бола берсін, ел деп осы шаңырақта биік шаңырақтарымыз болсын, босағаларымыз берікті болсын, ойларым, мақсаттарымыз жетуге жазсын. Осылай бастарымыз тек қана қуанышпен қосылуға жазсын. Рахмет.